Сәлем достар, бүгін біз сіздермен история сәндеп үйренетін боламыз. Ол үшін историяға кіреміз. Өзіміз қалаған бір суретті таңдаймыз. Мысалы, мен мына суретті таңдаймын. Соны жақындатып, керекті мөлшерге қоямыз. Енді шрифттарға кіріп, көп точкалар қоямыз. Бізге екінші шрифттағы бірінші шрифт таңдасақ болады. Таңдап А жазуын өшіріп тастаймыз. Жоғары жақтағы. Содан орталарын ашып жазып аламыз. Осылай суреттің көлеміне қарай қоямыз және оны үлкейтіп аламыз. Суреттің көлемін бірше қыламыз. Енді осыған сай альбом жиегіне ұқсас осындай шрифттерді таңдаймыз. Бұлардың да орталарын бір ретке ашып тұрамыз. Енді осыны өз қалауларыңызша не жоғары, не төмен қаратып қойсаңыздар да болады. Тура осы жаңа қойған нүктелерге сай қоямыз. Міне, осы нүктенің үстіне қоямыз. Көлемін сәл кішірейтеміз. Міне. Осындай қоямыз. Және өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады.